Александр Әкей, Пасха кезінде неге күліш пісіреді? Это достаточно древняя традиция. Бұл өте ежелгі дәстүр. Күліштер бүкіл қамырда ашытатын библиялық аштықы символ ретінде қайта тірілуді бейнелейді. Әрі құнарлы наннан жасалады. Сол себепті күліштер ғибадат етуде қолданылатын жоралық нанның түрі емес. Это не какой-то там ритуальный хлеб, используемый в богослужении, кстати, в богослужении. Айтпақшы ғибадат етуде артос деп аталатын басқа нан қолданылады. Бірақ бұл бәріміз қатысатын Пасха қуанышының символы. Мәсіхтің қайта тіріліп келуімен әлем өзгерді. Бұл бүкіл әлем үшін ашытқы болды дегенге келеді. Ескі өсиеттен кейін Мәсіх бізге тобырға сөйлегендей емес, собор шіркеуінде біріккен тұлғаларға қаратып сөйлейді. Күліштер осындай символизмді білдіруі мүмкін. Может быть, имеют эти ключи.